Сәлем достар, сіздер менен Наргиз. Бүгін мен сіздерге тез арада дайын болатын салаттың рецептісін ұсынамын. Жаңа жылда немесе мереке күндері жасасаңыздар болады. Қажетті құрамдар: консервированный кукуруза 1 банка, 4 жұмыртқа піскен, 1 дана тауықтың төс еті піскен, саңырауқұлақ 400 грамм, 1 пияз 1 дана, 1 дана қияр, 4 ас қасық майонез, 100 грамм ірімшік. Бәрін ұсақтап тұрып аламыз және де кукурузаны екіге бөлеміз. Isып тұрған табамызға өсімдік майын құямыз және де пиязымызды жақсылап дайын болғанша қуырып аламыз және де әрдайым араластырып тұрғаныңыздарыңыз жөн. Содан кейін оның үстіне консервированный саңырауқұлағымызды қосамыз, тағы да жақсылап араластырып аламыз және де 10-15 минуттей қуырып аламыз. Енді бөлек ыдысымызға салып 10-15 минуттай тағы да суытып аламыз. Ең алдымен піскен тауықтың төс етін саламыз ыдысымызға. Содан кейін кукурузамызды қосамыз. Жұмыртқа менен ірімшікті қосамыз. Содан кейін қияр қосамыз. Содан кейін саңырауқұлағымызды қосамыз. Және де майонезімізді қосамыз. Майонезімізді сметана менен алмастырсаңыздар болады. Енді жақсылап араластырып аламыз. Осылай дайын болды. Енді 18 сантиметрлік формамызға салатымызды жинап алдық. Енді үстінен басып шығамыз. Содан кейін қалған қияр менен осылай видеодағыдай көрсетілгендей жасап шығасыз. Мен қиярды екіге жинадым. Айналдырып жинап аласыз. Және де қалған кукуруза менен үстін сеуіп шықтым. 1 сағаттай холодильникте қойып қойдым. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздер менен болған Наргиз. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.